Мен 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы Көлбастау ауылында дүниеге келгенмін. Дулат тайпасының Шымыр руынан боламын. Имаш бабам 92 жасында дүниеден өткен. Әкем момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан, кирилл әрпімен оқуды меңгерген, сол кездегі көзі қырақты адамдардың бірі болған. Ел арасында ағаш ұстасы, етікші, зергерлігімен танымал болған. Имаш атам қартайған кезінде барлық шаруаны менің әкем момышқа табыстаған. Әжемнің есімі Қызтумас, анам Рәзия дүниеден ерте кеткен. Мен 3 жасымнан бастап Қызтумас әжемнің қолында өстім. Мен соғыстан кейін Совет армиясы бас штабының жоғары әскери академиясын бітірдім. Әскери педагогикалық жұмыспен айналасып, Совет армиясы әскери академиясында сабақ бердім. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шығып, бір жола шығармашылық жұмыспен айналыстым. Мен қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірімде көрген білгендерді арқау еттім. Қаламымнан туған, өмір шындығын арқау еткен тамаша романы мен әңгіме, повестерім оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналды. Мен көптеген орден, медальдармен наградталып, Кеңестер одағының батыры атағы берілген.